Сәлем, қалайсың? Байланыс Толықбек ағай, және біз сенімен ары қарай дүниежүзі тарихынан слифтарды талдап жатырмыз. Мына жақта жаңадан келген слифтар бар екен, соны қарап шығайық. Айтады, Кариб дағдарысы дейді. Енді Кариб дағдарысы туралы біз слифт талдағанда бірнеше рет айтқанбыз. Қысқаша айтып кететін болсақ, бұл 1962 жылы болған оқиға, қырғи қабақ соғысының кезінде, және осы қырғи қабақ соғысында бұл оқиға ақш пен ксро-ның тікелей бір-біріне текетірестігіне алып келуге сәл-ақ қалған оқиға болатын еді. Оның басталуы Түркияға ақш ракета орналастыруы, одан кейін біз айтамыз, соған жауап ретінде ксро бізде Кубаға орналастырмақшы болды. Келесі сұрағымыз, Рим патшалық кезеңде билеуші. Қара, бізде негізінде Рим тарихында патшалық кезең бар, ол бірінші кезеңі. Негізінде Рим тарихында 7 патша болған. Сол 7 патшаның біріншісі Римнің негізін қалаушы Ромул деген патша болған. Және біз сенімен айтатынымыз, Сервитули деген патша болған. Сервитули біз 6 ғасырда плебейлер үшін маңызды реформалар жүргізген еді, және оларды әскери қызметке ала бастаған бірқатар саяси құқықтар иеленген болатын еді. Және Сервитули деген патша болатын. Негізі тағын соңғы патшасы бар, ол Тарквини Горды деген, или Тарквини Горд деп қояды бізде. Тарквини ол бізде соңғы патшасы болады, бірақ ол қатыгез болғандықтан римдіктер оны қуып жіберетін еді. Бостонда шай ішу мен тәуелсіздік декларациясын сәйкестендіру дейді. Бостондағы шай ішу бізде 1773 жылы болады, және ол жерде американдықтар үндістер болып киініп, ағылшындардың кемелеріне барып, Бостон қаласында шайларын лақтырған еді суға. Осы оқиғаны біз Бостондық шай ішу деп атаймыз. Енді бұл оқиға Бостондық шай ішу, және осы оқиғадан бізде Америкадағы революция басталады деп айтамыз. Бұл кейінгі әскери қақтығыстардың басталуына алып келген оқиға. Болған уақыты 73 жыл. 76 жылы 4 шілдеде уже осы тәуелсіздік үшін соғыс басталып кеткеннен кейін бізде тәуелсіздік декларациясы қабылданған еді. Ол жерде отар елдер өзінің тәуелсіздігін жариялайды, Америка құрама штаттарына біріктірді. Бұл құжаттың авторы бізде Томас Джефферсон болатын еді. Аве Марияның авторы бізде Франц Питер Шуберт деген кісі. Омар кезінде араб халифаты кірген жерлер дейді. Арша, Омар дегеніміз бізде халифтардың бірі, және біз айтамыз, Омар кезінде, мысалы 640 жылы Сирияны, Палестинаны басып алады, 640-42 жылдары Мысырда басып алады, одан кейін солтүстік Африканы басып алады, 633-651 жылдары Иранды толығымен бағындырған болатын еді. Келесі сұрағымыз айтады, Антанта мен үштік одақты сәйкестендіру дейді. Үштік одақ бізде Германия, Австрия, Венгрия, Италия кіреді, ол 82 жылы пайда болады. Антанта ол ағылшын, француз, орыс одағы болатын еді, ол 1907 жылы пайда болатын еді. НАТО мен ВШО контекст келді дейді. Енді біз барынша подробно айтып кетуге тырысайық. НАТО дегеніміз расшифровкасы солтүстік Атлантикалық келісім болып табылады, келісім ұйымы. Оған басында 12 мемлекет кірген, олар ақш, Канада, Ұлыбритания, Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия және Франция деген. Ол бізде 49 жылы құрылады, және 52-82 жылдары бұған тағы да 4 ел қосылады, сөйтіп олардың саны 16-ға жетеді. Кімдер қосылады? Грекия мен Түркия, ГФР ол батыс Германия, Испания қосылатын еді. Енді НАТО-ның көбінесе сұрайтын бір ерекшелігі ол 5-ші бабы болып саналады. НАТО-ның ережелерінің бірінде, шартында 5-ші бабында айтады. НАТО-ның бір немесе бірнеше мүшесіне қарулы шабуыл жасау барлық мүше мемлекетке бағытталған шабуыл ретінде қарастырылатыны айтылады. То есть ол қалай? Мысалы, НАТО-ның мүшесіне біреу шабуыл жасаса, барлық елдерге шабуыл жасағандай болады дейді. Барлығы сол агрессор соғыс ашқан елге қарсы әрекеттерді бастау керек, соғыс жариялау керек деп айтылады.
Енді Варшава шартты ұйымына келетін болса, ол бізде 1955 жылы құрылады. Ол жаққа Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, КСРО, Чехословакия қол қоятын еді. Варшава шартты ұйымы бізде көбінесе шығыс Европа елдерін қамтыған болатын еді. Және бұл жерде оларда қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған әскери блоктардың бірі Европадағы және бүкіл әлемдегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, нығайту үшін күрес саласында сыртқы саяси күш жігерін үйлестіру мақсатында құрылған деп жазылады. Төрт держава трактатына қол қойған елдер дейді. Біз айтамыз, төрт державаға қол қойғандар ол Германия, Австро-Венгрия, Туркия, Болгария қойылатын еді. Нанкин келісімі келді дейді. Нанкин келісімі бізде бірінші апиын соғыстар 1840-42 жылдары болатын еді. Және бұл Нанкин келісім шарты 42 жылы жасалатын еді. Бұның негізгі шарттары көбінесе Англияға қатысты болатын еді. Келісім шарт бойынша Қытай ағылшындар үшін 5 порт ашып береді. Гонконгты шектеусіз уақытқа ағылшындарға беріп жібереді. Орасан зор мөлшерде контрибуция төлейді Қытай ағылшындарға, және отаршылдыққа қысым мен Гунхан сауда монополиясы жойылатын еді. Түркия республика болып қай келісімде жарияланды? Түркия бізде республика болып Лозанна конференциясында жарияланатын еді. Соңғы сұрағымыз айтады, қырғи қабақ соғысы басталуы кім себепші деп пе келді дейді. Ол бізде дұрыс жауабы Уинстон Черчилль болатын еді. Ол Британияның уақытында премьер-министрі. Ол былай істейді. 1946 жылы 5 наурызда Уинстон Черчилль Америкаға барады. Сол жерде Американың Фултон деген қаласында сөз сөйлейді. Сол жерде оның сөзі қырғи қабақ соғыстың басталуына себеп болатын еді. Түрткі деп айтайын, себеп болмаса да. Міне осындай слифтар барлығы түсінікті болған шығар деген ойдамын. Барлықтарыңа сәттілік.